маған анау судьяның оқығанда айтып тұр. ЧС кезінде при условиях чрезвычайного положения. Ол 4 күні чрезвычайное положение деген мүлдем приказ болғанда жоқ. Несі шатып тұр бұлар? Сонда не деп айту керек енді міне? Оқыған адамды боқтыққа шығарып тұр міне. Бастарына берсін. Біз тоқтамаймыз, біз ары қарай жүреміз. Мен енді тоқтасам бар ғой, я осыдан кейін мені бұлар маған басқа өмірге жол бастап берді. Менің өмір бойы үкіметті мен погон таққан адамын. Өмір бойы үкіметтің ісін істеген адамын. Үкіметтің ісіне қарсы келген адамдарға қарсы шыққан адаммын. Ал енді менің басыма мынандай нәрсе түсіп тұр. 64 жасымда өзім ойымды өзгертетін жағдайға жеттім. Өзімді ойымды өзгерттім, қылықтарымды, ары қарай жүріс-тұрысымды, өмірімді өзгерттім. Осы минуттан бастап. Оған кінәлі Тоқаевтың адамдары, Тоқаевтың системасы.